Адамдардан алыстау. Адамдармен көп араласудың зияны. Халуат дегеніміз, адамдар арасында болсаң да, жүрегіңмен олардан ұзақ болу. Ал узлат дегеніміз, басшы, билік өкілдерінен ұзақ болу. Олардың қолындағы материалдық құндылықтарға қызықпау және тақуалықта табандылық танытып, нәпсінің қалауы мен құмарлығынан алшақтау. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, амандық жалғыздықта, ал бәле екі адамның арасында. Денелерің адамдармен, ал жүректерің Алламен бірге болсын, дейді. Сондай-ақ ол, менің Алламен бірге болатын ерекше уақытым бар. Ол жерде Аллаға жақын періштеге де, жіберілген пайғамбарға да орын жоқ, дейді. Бұл оңаша қалу уақыты деп айтылды. Адамдармен көп уақыт өткізіп, оларға жүрегімен жақын болған адам ғибадаттың дәмін ала алмайды. Дүниелік нәрселерді тым жақсы көретін адамның ақыры жаман болу қаупі бар. Залыммен дос болған адам дінінде тура жолда қалады деген үміт аз. Адамдардың разылығын іздеген адам Алла тағаланың разылығын ала алмайды. Құлға ең пайдалы амалдар ұдайы үнсіздік, үйде болу, адамдардан аулақ болу. Бірақ соңғысы менмендік пен мақтаныштықтан емес, өзін адамдар арасында көрінуге лайықсыз деп санағаннан және оларға құтырған иттің беретін зиянындай зияным тиіп кетеді деген сенімде болу. Адамдармен араласқанда ешкімнің өзін күнә жасаудан қорғай алмайтыны даусыз. Адам тілін күнәдан қорғай алса да құлағы күнә істейді, ал тыңдаушы күнәға бату жағынан сөйлеушінің серігі. Жүнайд әл-Бағдади құдайсыр былай дейді: кімде-кім дініне зиян келмеуін және денесінің тыныштықта болуын қаласа, адамдардан ұзақ болсын. Мына заман жалғыздықты өзіне серік қылған адамның сыртында әр ақылды адамды қорқыныш билеген, қам жеген, мұңы басым заман.